Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ағылшын десерті Банофи пайдың ең сәтті шығатын рецептімен бөлісемін. Бұл рецепт сізге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Сондықтан міндетті түрде соңына дейін қарап менімен бірге дайындаңыз. Қажет өнімдердің тізімі осы видеоның астында сипаттамада көрсетілген. Шұңғыл ыдысқа 100 грамм қант, 1 дана сары уыз, 120 грамм 82,5% сары май, 25 грамм сүт, шым-шым тұз, пышақтың ұшында ванилинді қосып, жоғарғы жылдамдықта 5 минут миксермен немесе ас үй комбайнымен араластырып аламыз. Үстіне 270 грамм елеуіштен өткізілген ұнды қосамыз. Жарты шай қасық қопсытқыш. Бәрін бірге комбайнда немесе қолмен араластырып илеп аламыз. Достар, қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіз. Тоңазытқышқа салмай-ақ, пісіретін табамыздың астына пергамент қағазын төсеп, қамырдың пішінін келтіре бастаймыз. Формамның диаметрі 30 см. Алақанмен жайып, түбін шет-шеттерін тегістейміз. Шанышқымен астын тесіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 15 минутқа жібереміз. Міне қамырымыз дайын. Үстінен 250 грамм пісірілген қоюландырылған сүтті біркелкі етіп жағып шығамыз. Екі дана бананды тураймыз. Қатты жұқалап тұрадың қажеті жоқ. Кремін дайындаймыз. 33%-ық 350 грамм клейгей мен 70 грамм қант ұнтағын қосамыз. Баяу жылдамдықта 1 минут араластырып, содан кейін ақырын жылдамдығын көбейте бастаймыз. Тұрақты пішінін ұстап тұрғанға шейін араластырамыз. Кондитерлік қапқа салып, кремді жаға бастаймыз. Міне біздің ең дәмді десертіміз дайын болды. Қамыры үгілмелі, ал карамель, банан, кремнің үйлесімін сөз жеткізіп айта алмаймын. Сондықтан осындай дәмді әрі тез әзірленетін десертті дайындап көруге кеңес беремін. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Аман сау болыңыздар.